Сәттілік жайлы Гүлмира Дайрабай танисың, желілік маркетинг жайлы Жалғас Азғанбай, ортаның адамға әсері Бағдагүл Рахметқызы және Америкадағы өмір жайлы Санжар Мадиев. Қазір әңгіменің арасында мына тақырыпқа көшейікші деп, соны сөйлесейікші деп таңдасаң, төртеуін де ашсаң болады, ашпасаң да болады. Бірақ ашқаның жақсы, негізі қызық. Мен таңдауым керек па? Өзің таңдайсың, қайсы? Бірінші басталмай жатып бағдарлама, е? Жоқ, басталғаннан кейін. Қазір таныстырамыз, бастаймыз. Таныстырыңдаршы, енді хотя бы. Жоқ, таныстырамыз ғой, бастаған жоқ. Сразу желік маркетингтен түк-түк өшіріп қояды халық. Баршаңызға сәлем, бұл парадокс, сіздермен бірге мен Асхат Садырбай, әріптесім Перизат Мырзахмет. Бүгін бізде қонақта тележүргізуші, қазіргі таңда блогері болып жүрген әріптесіміз Данияр Есен. Данияр, қош келдің. Қош келдің. Қош көрдік. Біріншіден, парадокс деген YouTube жобаның ашылуымен құттықтаймын. Асхат, Перизат. Бұның алдындағы бағдарламаларды көріп шықтым. Өте тамаша. Іске сәт. Рахмет. Кәсіби маманнан өзің сияқты әріптесімізден осындай пікір, шынайы пікір есту біз үшін үлкен құрмет. YouTube жобалардың барлығы хайптың төңірегінде өрбіп жатыр ғой. Мен ойымша, ол хайптың заманы кететін сияқты күндердің бір күнінде. Өйткені жыныстық қатынас туралы әңгімелер болып жатыр, анау болып жатыр. Қазір халық шөлдеп отыр. Бір инсайт алғысы келеді, кез келген ақпараттан, кез келген жобадан. Сондықтан да алдындағы бағдарламаларды көріп шықтым, инсайт толып тұр. Бар ма? Бар. Енді сол жетсек ең басты көрерменге. Әрине, жеті ұрпағыңа шейін қарық салып арқалап кететін дүние жасағым келмейді менің де. Шынымды айтсам. Алған бақыттарың керемет, дұрыс. Рахмет. Даниярға хабарласқанда өзімді іздеп жүрмін дедің. Не болып қалды? Өзім іздеп жүрген, сен қанша жыл телевидениеде еңбек еттің, танымал тележүргізушісің, мен деген жобаларды жүргіздің, Түркияға көштің пандемия уақытысында. Мен білуімше қазір бала-шағаң сонда тұрып жатыр, өзің барып келесің деген сияқты. Енді қазір екі елдің ортасында жүрмін. Екі қаланың, Астана, Анталия арасында Стамбулға барып қоямыз. Өзімді іздеп жүрген рас, 40-тан кейін адам өз-өзін іздей бастайды екен. 35-ке дейін жүресің, достарың бар, басқа да дүниелер бар, қарбалас тіршілік бар. Содан кейін 40-тан асқаннан кейін мен бұл өмірге не үшін келдім, ары қарай менің миссиям не деген сұрақтарға жауап іздей бастадым. Енді әлі толық жауабын тапқан жоқпын, тапқан күні студияларыңа келіп айтармын. Енді Түркияға осыдан 1-2 жыл бұрын пандемия басталған уақытта көшіп кеттік. Себебі, 3 себебі бар негізі көшуіміздің. Бірінші себеп, ол ел, жер көрсек пе деген ойымыз бар. Әлем тек Қазақстанмен ғана шектелмейтініне көзім жетті. Басқа да менталитет бар екенін көрдім, басқа да адамдардың өмір сүріп жатқанын көрдім. Сол бірінші кезекте ел жер көрсек пе деген ой танымымды, білім көкжиегімді кеңейтсем бе деген оймен көштім. Екінші көшкен себебіміз ол зона комфорта дейді психология тілінде. Соңғы уақыттар психологияны оқып жүрмін негізі. Зона комфорта дейді, комфорт зонасынан кеткім келді, өйткені день сурка дейді ғой орыс тілінде. Сол бір қалыпты болып кетті. Телевидениеге барам, таңшолпанды жүргіземін, одан кейін келемін, күндіз ұйықтаймын, кешке қарай достарымның үйіне барамын, таңертең қайтадан таңшолпанға барамын, қайтадан тұрамын. Болды, ары қарай ілгерілеу жоқ ешқандай. Өзгеріс жоқ. Не мені өсірмейді, не өшірмейді, мен сол ортада жүрмін. Содан кейін қой бұндай болмайды деп бір комфорт зонасынан кеттім. Ол жаққа барғаннан кейін әрине түрік ағайындар, Данияр келді деп құшақ жайып қарсы алмайды, ол кез келген елде сондай. Барғаннан кейін күніңді көру басталады, миың 180 градусқа өзгере бастайды, сондай дүниелер жасадым. Үшінші себебі ол қыздарымның болашағы үшін, әрине Қазақстанда да болашақ керемет, бірақ олар да жер көрсін, ел көрсін, басқа менталитетті көрсін, басқа адамдармен таныссын деген оймен ғана көштік. Негізі біреулер айтады маған, сендер қашып кеттіңдер дейді Түркияға. Енді әншілердің барлығы ұялды ғой. Бәрі уақытта ұялды ғой. Әншілер алды, басқа да мемлекеттік қызметкерлер алды. Қашқан түгімде жоқ. Егер мынандай жағдай болса, мен қашқан болып есептелінетін едім. Осы жақта бір мемлекеттік мекемеде бастық болып, тендерді жеп, ауру балаларға бөлінген ақшаны жеп, пенсионерлерге бөлінген ақшаны жеп, мен сол ақшаны чемоданыма салып кетіп қалсам, мен қашқын болып есептелінетін едім.
Сондықтан да бұл ешқандай мен өз ақшама кеттім. Мен мемлекеттік жұмыста мүлдем істемегенмін, бастық болмағанмын, өмірімде тендерге қатысып көрмеген адаммын. Сондықтан да мен таза өзімнің ақшаммен кеттім былайша айтқан кезде. Одан кейін мәңгілікке көшіп кеткен жоқпыз. Мен қазір екі қаланың ортасында жүрмін. Бұл бір. Екіншіден екі қаланың ортасында жүрмін. Одан кейін осы жақта келіп тұрамыз. Түркиядан кейін. Қыздарың Түркияда оқып жатыр қазір таңда. Қазір үлкен қызым Аладдин Кейкубат деген университетте оқып жатыр. Колледж бе, университет? Университет. Бірінші курс, екінші курс. Бірінші курс. Мәссаған. Бірінші курс болған кезде төмер оқып жатыр. Тіл курсы. Ары қарай оқуын жалғастырады. Алла қаласа. Екінші қызым Түркияның мемлекеттік мектебінде оқып жатыр. Қай класс? 7-ші сыныпта. Қазір қыздарым және әйелім сол жақта, енді мен екі қаланың ортасында жүрмін. Сондықтан да ел, ол менің таңдауым. Ол менің таңдауым. Таңдау, әркімнің өзінің таңдауы бар. Қай елде тұрғысы келеді, қай жақта тұрғысы келеді. Шетелде тұрып та Қазақстанға көмектесуге болады. Шетелде тұрып та Қазақстан азаматтарын қолынан келгенше көмектесуге мүмкіндік бар. Сондықтан да келем, енді келгеніме мінекей 17 күн болды. Астанада жүрмін 17 күн, Алматыда болдым. Бар, бұл жақта бір ай тұрам, қайтадан мына жаққа келем. Білмеймін, сіздер қалай қарайсыздар, мен білмеймін. Енді көп адам осы жағына кінәлайды енді. Жоқ, ол кінәлауда емес шығар. Мәселе, жаңа өзің бірауыз сөзінде айтып қалдың ғой, болашақ бар о жақта, балаларының болашағы үшін деген. Мен сол нәрсені түсінгім келеді, олардың болашағы тұрақты, сенімді деген нәрсе ме? Қазақстанның болашағында ондай сенімділігі жоқ па? Сол үшін кете ме? Көп адам ол жалғыз сен емес, оны көбісі айтады. Қазақстанда болашақ жоқ, тіпті посттар жазған, кетерде соңғы адам светті сөндіріп кетіңдер аэропорттың деген. Көп солған назар аударатын адамдар өте көп. Қазақстанда болашақ жоқ. Бұл жерде бәрі жемқор, құрватыр деген сияқты. Сонда олар бізден басқа шетелдерде саяси ахуал жағынан тұрақты деген жоқ. Олардың әскері мықты деген сөз ба, оқуы мықты. Қай жағынан болашағы мықтырақ олардың, біз сенімдірек? Шетелге барған кезде жаңағы Түркияда қазақтар бар ғой. Дастархан басында отырамыз, әңгімелесеміз. Басында негатив пікірлер айтылатын Қазақстан туралы. Анау дейді, жемқорлық туралы, басқа да дүниелер туралы. Содан кейін шыны керек шетелде тұрған кезде Қазақстанды басқа қырынан көре бастайсың. Жақын тарта бастайсың. Мына өзіміздің ішімізде жүрген кезде байқала бермейді екен. Ол жақтың да өзіндік минустары бар. Бар. Кез келген елдің минусы бар, кез келген елдің плюсы бар. Сол кезде мен жаным шығып кете жаздайды. Қазақстанды жамандаған кезде. Патриоттығым керісінше менің Қазақстанда емес, шетелде жүріп оянды. Мен Қазақстанда жүргенде жүрдім, қазақтың болды. Шетелге барған кезде Қазақстан туралы біреу жаман сөз айтатын болса, кәдімгідей түтіп жеуге дайын сондай жағдайда болдым. Ал енді Қазақстанның болашағы ол өте керемет жалпы. Бірақ сен қыздарың Түркияда оқып жатыр. Енді Түркияда оқып жатқан кезде енді біз сол жаққа көшіп бардық қой енді. Көшіп барғаннан кейін университетке оқуға түсті. Енді қазір оны университетінен жұлып алып, қайтадан Қазақстан университетіне оқыту, енді ол дұрыс емес деп ойлаймын. Енді оқуын түсті, енді оқуын аяқтасын, одан кейін келіп Қазақстанға жұмыс істейді, Алла қаласа. Шетелде оқып жатқан жастар өте көп қой. Польшада оқып жатыр, Италияда оқып жатыр. Кішкентай қыз мектепте оқып жатыр ғой. Иә, кішкентай қыз мектепте оқып жатыр. Түркияның мектебінде. 5-ші класста, получается, 5-ші класста барды. Жоқ, 5-ші класста барды ғой да? Жоқ, 6-ші сыныпта барды. Қиын болған жоқ па өзге ортаға үйрену? Қиын болды, жылады, елге қайтамыз деді. Бірақ енді үлкен қыз университетке 11-ші класс оқып жатқаннан кейін біздің мақсатымыз сол жақта кішкене тұрып көрсе, басқа дүниелерді де көрсе деген ой ғой. Енді үйрену қиын болды, енді адаптация оңай болған жоқ. Тіл үйрену қиын болды. Енді Аллаға шүкір, қазір классында, сыныбында өте алғыр, үздік оқушылардың бірі. Енді айтып жатсың жаңа жұрт сынайды, қаштыңдар деп айтады деп. Олай айтуына да негіз бар ғой, себебі енді әрине сен қашқан жоқсың ғой. Қашатындай сен бір саяси қылмыскер болмаса басқа бір емессің ғой. Әлеуметтік желіге салдың, басқа әншілер де салып жатты. Үй алдық, мына жақтағы өмір керемет екен, мына жақта арзан екен. Салыстырған кезде бағасынан да екен деп. Оған енді әрине, оған мен дауым жоқ. Расында да пәтерлердің Алматыдағы мен Астана пәтерінің бағасымен Түркиядағы немесе Грузиядағы пәтерін салыстырса, курортты қалаларындағы пәтерлердің бағасы әлдеқайда бізден төмен. Енді өзің жарнамалаған Түркияда қандай зілзала болып, қаншама үйлер үйінді болып қирап қалды. Яғни сол жарнаманың артындағы жауапкершілікті кеше жер сілкінісі болғанда бір сезініп ойланып қалмадың ба? Мен ерте жарнамалап қойдым ау, бұл жақтың да жағдайларынан да екен ғой.
енді ол жақта біздің қазақтың талман өнерпаздары бірнеше әр қалаларын жарнамалады ғой. Енді кім біледі ол? Сұрақты түсіндім, жауапкершілікті енді кезінде жарнамаладың. Енді сол жауапкершілік. Енді қанша қазақ барып үй алуы мүмкін ба, арзан ғой енді үй ол жақта. Енді біріншіден мен көп жарнамалаған жоқпын. Басқа әншілер сияқты ойбай келіңдер Түркияға, Түркияда үй деген керемет, жаңағы ыстық бауырсақ сияқты сатылып жатыр деген сияқты дүниелерді мен жарнамалаған жоқпын. Мен салсам бір-екі дүниені салдым. Осындай комплекс бар, осындай жер бар, келіңіздер, тұрыңыздар деген дүниені салдым. Енді менің сол рекомендациям бойынша, менің кеңесім бойынша 3-4 үй алған адамдар болды. Енді өзіміздің жаңағы таныстарымыз келіп алды ол үйді. Олар қазір риза, кезінде Данияр дұрыс рекомендация жасадың деген сияқты. Енді бір Алла біледі ғой, енді қазір ол жер сілкінісін ол әншілерде алдын ала болжап білген жоқ қой. Ол болатынын, қалай болатынын. Сондықтан да менің ойымша бұл жерде жауапкершілік деген дүние қисынсыз сияқты. Бәрібір де үйдің сапасы, сейсмикалық жағдай деген нәрселерді ескере ме? Оны тергеп тексеріп жатқан біздің өнер иелері бар ма деген сұрақ қой. Енді сен өзің жүрдің ғой, сол ортада болдың. Біразымен тойлаттыңдар, шайлаттыңдар деген сияқты. Сол екен ғой сұрап жатқаным. Ол жарнамаға қаншалықты олар осылай шынында да кәдімгідей байсалып түрде көрсетті, жоқ әлде әйтеуір төлесе болды, жарнамалап өзімдікін алып қалу деген сияқты. Енді жарнама жасайтын адамның мақсаты ақша табу ғой, шыны керек те. Ана менің таныстарым үй алды, маған процент берілді. Болды, шыны керек те. Әңгіменің ашығы. Түсінікті. Осы жерді қиып аласыңдар ма? Қиып аламыз. Жақында пост жаздым. Телевидение сені керек кезінде қолданады, пайдаланады. Сығып сөлінің бәрін алып, сосын сыққан лимондай қып лақтырып жібереді, сыққан лимонның қабығындай қып лақтырып жібереді деген сияқты. Сонда емес па сенде? Жаңа айттың, күнде бір нәрсе қайтала берген соң кеттім дедің. Мен кішкентай кезімнен, бала кезден бастап телевидениеде істеп келе жатқан адаммын. Иә. Караван деген телевидение бар екен, Асхат, сен білесің. Куприяновна Куликова басқаратын. Сол жерде мен 10-шы сынып оқып жүрген кезде Балдәурен деген балалардың программасын жүргіздім. Көзімді ашқаннан көргенім телевидение. Сондықтан да кейіннен Астана ТВ, Хабар болды, Қазақстан болды. Сөйтіп жүрдім. Былайша айтқан кезде өкпем жоқ. Мені халыққа танытқан телевидение, әлі күнге дейін көшеде, автобуста, адамдар кездесіп қалған кезде, сіз Таңшолпанды менің осы болмысым басқа бағдарламалар жүргізсем де Таңшолпан деп таниды. Білмеймін не екен. Көп уақыт жүргізіп қойдым ба Таңшолпанды, мен білмеймін. Таңшолпан, менің атым Таңшолпан. Менің атым Таңшолпан. Көбінесе Данияр деген кезде Таңшолпан дейді. Мен сонымен солай дек деген программа жүргіздім, басқа да программалар жүргіздім. Бірақ халық Қайырлы таң жүргіздім. Қайырлы таң, енді сол Қайырлы таң, Таңшолпан, сол барлығы бір ғой, утренний, таңертеңгі эфир. Енді отынмен кіріп, күлімен шықты. Өздерінде телевидениеде жақсы білесіңдер. Пандемия басталды, мен штаттан тыс болатымын. Сол уақытта қалай өмір сүресің? Сен мықты жүргізушісің ғой, Данияр. Қалай өмір сүресің ары қарай? Телевидение, корпорация. Телевидение бір күнде бізден бұлай алыстатып жіберді, болды. Яғни внештатный, штаттан тыс адамдарға айлық төленбейтін болды. Ол уақыт өте қиын кез. Халық жұмыс жоқ, ақшаны қайдан табамыз? Сол кезде маған инсайт келді, шақата қалды миыма. Солай екен ғой. Телевидение деген солай екен ғой. Шынымен де қаншама жыл еңбегіңді арнадың, сарп еттің, бірақ күнде сені былай ығыстыра салды деген ой келді. Сонымен ары қарай қой бұндайын болмас. Мен біреуге жалданып жұмыс істегенше өзімнің жағдайымды өзім жасайын деп балалар мен жасөспірімдер психологиясына келдім. Балалар мен жасөспірімдер психологиясына келіп, сол курстар өткіздім, семинарлар өткіздім, интервьюлар жазылды, ақылы курстар болды. Содан ақша тауып отырдым. Яғни енді телеарнаға аса былай бармайын телевидениеге. Ренжулісің. Қатты ренжу. Жоқ, ренжулі емеспін. Телевидениеге рахмет. Әрқашанда алғыс айту керек, әрқашанда ризашылығымды беру керек. Бірақ сөзіңнің жаны бар. Телевидение деген дүние сені пайдаланады. Керек болмай қалған кезде, мен ойымша бұл телевидениеде ғана емес, барлық жерде бар сияқты. Ол еще екі жақты да ғой, сен де оны пайдаланасың ғой. Сен сол арқылы өзіңе, қазіргі тілмен айтқанда, лицо жасап алдың. Сен кім десе, Данияр Есен дейді, бәрі біледі, бәрі таниды. Оны беріп отырған саған телевидение ғой. Мүмкін. Көрдің бе? Сондықтан енді ол жалғыз ол салада деп айта алмас едім. Сол кезде көп
көп адамдар кәдімгідей қайда барам, не істеймін деген, бірақ керісінше сол нәрсе миымызға бір сілкініс әкелді. Көп адамдар сол пандемияның кезінде жалдамалы жұмыс дегеннің жаңағыдай гарантия жоқ екенін түсінді сол кезде. Қазақтар сол кезде кәсіп дегенге бұрын барлығы күле қарайтын, сен бизнесмен болып кеттің ба деп. Ал сол не кезінде, пандемия кезінде барлығы керісінше кәсіпкерлерді құрметтей бастады. Өйткені жеке кәсіпкерлер өз еркі кезінде, тәуелсіздігі өзінде қайда жұмсаймын демейді, өздері шешетін болды да, мысалы. Ал қаншама жаңағы именно айлыққа қарап отырған адамдардың барлығы бір-ақ уақытта бүкіл дүниесінен айырылып қалды, ойлашы. Қаншама сеніп, соған біз еще қалай сенеміз, ол пенсиям менің деп же болашақта. Ал пандемия кәдімгідей қазақтар олай істеуге болмайды деп барлығының есін жиғызып алды. Енді менен көп адамдар сұрайды, телевидениеге ораласыз ба дейді. Мен алдағы 5 минутта не болады, мен білмеймін. Әрине. Бірақ оралғым келмейді. Өйткені телевидение мен өтіп кеттім. Өстің ғой сен ол деңгейде. Телевидениеден өстім ба, мен білмеймін. Телевидение маған қызық емес қазір. Бір сөзбен айтқанда. Не қызық қазір сонда саған? Қазір маған халықпен әлеуметтік желі. Әлеуметтік желі қызық маған. Әлеуметтік желі Instagram, Facebook, Instagram, Facebook, TikTok. Я маған қазір табыс әкеледі. Болды ғой онда. Яғни сен қазір енді бала психологиясын, әке мен бала, ата-ана мен бала қарым-қатынас жайлы зерттеп, сол жайлы ізденіп жүрсің, енді осы бағытқа қарай кетесің бе сонда? Енді мен ол туралы қозғадым, мен 1 жыл бойы жаздым. Біріккен ұлттар ұйымымен, UN Women және де UNICEF ұйымдарымен біріккен жобалар жасадым, кәдімгідей әлемдік деңгейде. Олар менің жаңағы YouTube-тағы контентімді ағылшын тіліне аударды, ағылшын халқына ұсынды деген сияқты, ағылшын тілді халыққа. Сондықтан үлкен жұмыстар жасалды. Енді осыны қайтадан қолға алып, Алла қаласа халыққа ұсынсам ба деп отырмын. Өйткені оқырмандарымның, бұрынғы оқырмандар мені біледі, бірақ қосылған оқырмандарым бар. Соларға да ұсынсам ба деп отырмын. Өйткені балалар мен жасөспірімдер тәрбиесі қазір шыны керек шет қалып жатыр. Өйткені кеше ғана мына Бейнеуде мектеп оқушыларының қыздардың аяғы ауыр болып қалғандығы туралы, одан кейін мынау Түркістан облысында кішкентай мектеп оқушыларының жаңағы суицидқа барғандығы, жалпы Қазақстан балалар суициді жағынан алдыңғы қатарда. Біз көбінесе сол балаларға көңіл бөлмейміз. Негізі шыны керек, өзімізді өсіру мақсатымыз, өзіміз жаңағы қыз-қырқындардың барлығы жаппай бір тренингтерге қатысып жатыр ғой, бақаны былай қойып қойсаң, үйіңе ақша келеді деген сияқты. Ал балаларға келген кезде шыны керек, уақытымызды бөлмейміз. Және менің қозғап жүрген тақырыбым ер адамдардың отбасындағы жауапкершілігі, яғни бала тәрбиесіндегі жауапкершілігі. Біз көп жағдайда баланың тәрбиесін әйелдің мойнына іле саламыз. Әйел туды, әйел қарау керек, ер түздің адамы, ер ақша әкеліп берсе болды деген дүниелер біздің санамызда бар. Көбінесе мына оңтүстік өңірлерде тіпті бар, шыны керек, жасырып жабатын жайт емес. Сондықтан да өмірге әкелді ма, бұған жауапты әке де, ана да, екеуі де бірдей жауапты. Баласына 30 минут уақытын бөлмейтін әкелер бар. Жаңағы тамақ ішіп отырған кезде бір семьялар бар қазір. Тамақ дастархан басында отырған кезде алдарында түрлі тағамдар тұрады. Келеді, бүкіл семья мүшелері телефон шұқылап отырады. Телефонда көретіндері ықи-сықи, жаңағы Инстаграмдағы, жаңағы недегі, тикток деген дүние, ой, не бір дүниелер бар екен ана жерде, картадан палашатындар бар, сонымен жаңағы бетіп сырға тағатындар бар, басын жалаңаш денесін көрсететіндер бар. Сондықтан да бәрі отырып, жаңағы баламен сөйлесу деген жоқ та бізде, шыны керек. Қазақ семьяларында бәрі емес, бәрі отырады жаңағыдай, телефонда іштің ба, болды, жақсы. Орнынан тұрды кетті, баласымен ешкім сөйлеспейді. Соның кесірінен, Құдай бетін аулақ қылсын, суицидизм болып жатыр. Соның кесірінен бала махаббатын, ата-ананың махаббатын ала алмай жатыр. Менде өзімнің бір девизім бар. Ата-ана махаббатын сезінбеген бала ертеңгі күні негативке көп бой алдырады. Қазір YouTube-тың астында комментарий жазылуы мүмкін, саға жазылса егер, жазуы мүмкін, жаңа негатив жазылуы мүмкін. Менің ойымша ата-ана махаббатын көрмеген адамдар негатив жазады. Менің ойымша. Өйткені ол махаббат көрмеген, ол өмірінде махаббат деген не екенін білмейді. Әкесіне барса махаббатын бермейді, шешесіне барса махаббатын бермейді, анаған барса махаббатын бермейді. Ол әлемнен махаббатты көргісі келеді. Мені жақсы көрсе екен, мен жақсымын ғой, мен әдемімін ғой, мені жақсы көріңдерші, халық халайық деген сияқты дүниелерді көреді. Сондықтан да ата-ана баласына махаббатын аямай беру керек. Өзге ұлт өкілдерін байқайсыздар ма? Бәрі
демей-ақ қояйын, қазақтар да бар оның ішінде, жаңағы өз-өзіне сенімді, уверен жүретін балалар бар. Олар әбден ата-ана махаббатын көрген балалар. Қыз тәрбиесінде туралы қозғап жатырмын. Мынандай дүние бар. Қызына егер әкесі жақсы сөздер айтпаса, комплимент айтып тұрмаса, қыз ертеңгі күні өскен кезде бір жігіттен жылы сөз естісе, ана жігіттің құшағына құлай кетуі әбден мүмкін. Өйткені ол әкесінен жылы сөз естіп өспеген. Деген сияқты тақырыптарды қозғап жүрмін. Құдайға шүкір, Инстаграмдағы оқырмандарым саны таргет берген жоқпын, гифқа қатысқан жоқпын. Осы тақырып қызық екен, көп оқырмандарыма бірінен кейін күннен күнге көбейіп жатыр. Мен Инстаграмға жазылуды ұмытпаңыздар. Жоқ, жарнамаң болса мархабат, біз тегін береміз жарнамаға. Тегін берсеңіздер айтайын. Енді менің айтайын дегенім, бала тәрбиесіне қазір біреулер айтады, ана TikTok'ты жабыңдар дейді, YouTube'ты жабыңдар дейді. Мен ойымша көп ата-ана өзіндегі жауапкершілікті алғанда TikTok'қа бұрасаған, мектепке бұрасаған, сондай дүниелер жасап жатыр да. Алла тағала аманат қып тапсырған дүние ол саған. Болды, сен оған. Мектептегі мұғалім де баланың тәрбиесіне жауап бермеу керек. TikTok'та жауап бермей. TikTok'тың қазіргі шығып жатқандар әшін нелері ол? Бер жағы ол. Цветочки дей ма? Олардың ромашкалар әлі алды. Жақында тікелей жемісі дейсің ғой. Жақында тікелей эфирде үлкен дәретін көрсететін адамдар шыға бастайды. Гарантия. Бұл кете береді, болды, оны тоқтата алмайсың. Бұл технология, бұл әлемдік дүние. Сондықтан да TikTok кінәлі деп отыра беретін заман емес. Балаң не көріп жатыр, немен айналысып жатыр, кіммен дос болып жүр, кіммен бірге шай ішіп жүр, достары кім, соның барлығын қадағалап отыратын тек ата-ана точка. Мүмкін бе жалпы деген сұрақ? Мүмкін. Мүмкін, қазір технологиялар дамыған заман. Бір аккаунтқа белгілеп қоясың, болды. Жоқ, ол мысалы, максимум 16 жасқа дейін, 16 жастан кейін балалар менде жеке пространство деп шығады ғой. Қазірдің өзінде, 6 жастың өзінде мен жеке арамнан өтпе дейді. Енді қазір 17-те ғой қызым енді. Енді 18-ге толғаннан кейін ары қарай өзі біледі енді. Кәмелеттік жасқа. 18-ге дейін мен саған жауап беремін дейсің. Әке шешенің махаббатын көріп өскен бала ертең мықты азамат болатынына 100% гарантия бере аламын. Әке шешесінің махаббаты дегеніміз азынан кешке дейін бүйтіп алақанында ұстап отыру емес қой. Жоқ, өбектеу деген дүние. Баламды аясаң аяма дейді ғой. Өбектеу деген дүние ол мүлдем бөлек. Жаңағы құлап қалса барып үстінен тұрып қағу деген дүние. Жылап қалса олай емес. Сағызына кеп беру. Баламен сөйлесу. Жай ғана сөйлесу. 10 минут уақытыңды бөлу. Балам не істеп жүрсің? Өткен кей уақытта балалар бізбен сөйлескісі келеді. Ал оларды біз тыңдамаймыз. Бұл мынандай нәрсе ғой. Ата-ананың махаббаты деген балаға кез келген жағдайда, мысалы бір нәрсені бүлдіріп қойған жағдайда ол саған келіп ашық айта алатындай болу керек та. Дұрыс. Өкінішке қарай бізде балалар әке шешелерінен қорқып, оны бар басқа құрбысына айтады, досына айтады, олар тағы басқа қисық ақылдар береді, қисық кеңестер береді. Олар сонымен кетіп қалады. Сосын біз жаман ортаға түсті дейміз, оны көрдің бе? Ал егер бала мысалы бір кісіні ұрып кетсе де, көшеде келіп, мама, мен осылай байқамай ашуланып кетіп, байқамай бір кісіні ұрып алдым, не істесем болады? Жаңағы бірге барып кешірім сұрайық, кеңесейік деп айта алатындай жағдайда болса, ол мүлдем бөлек. Жаңағы орта қанша әсер етеді дегенменен, бала ортаға сенбесін, үйге сенсін десең, кішкентай күннен баламен сол үшін сөйлес деп айтады да. Ол андай өбектеу емес. Бізде қазақтар сәл бірдеңе жаңағыдай балаға махаббат, ой, өзіміз ақ махаббатсыз өстік қой деп шыға келеді. Қандай болдыңдар ал сендер? Өмірде бақыттысыңдар ма мысалы? Өмірде тіпті сүрінбей өмір сүріп жатсыңдар ма мысалы? Жоқ қой ондай. Бізде сол махаббат пен өбектеуді көп шатастырып алады. Өбектеу деген бала құлап қалған кезде барып шаңын қағу. Немесе жаңағыдай біреуді ұрып келсе, біреуге зиян тигізіп келсе, жоқ, сенікі дұрыс, менің балам дұрыс десең, ол махаббат емес. Ол керісінше балаға кәдімгідей оның өмірін сындыру. Балаға айту керек, міне мынау сенің шекараң, мына адамға сен зиян тигізсең, болды, сенің бұл жерде құқығың бітті, балам. Осы жерде сен қателестің деп ашық айта алу керек. Бала соны түсіне алу керек. Біз сол нәрсені түсіндіре алмаймыз да, ой, біз махаббатсыз-ақ өмір сүрдік қой дейміз. Олай емес қазіргі кезде. Қазіргі кезде 100% қолдаймын, 100% құптаймын. Өйткені андай қатаң тәртіптің заманы емес, қазірше андай эмпатияның заманы. Балаға махаббатпен түсіндіру. Бала түсінеді оны. Баланың еркіндігін шектемеу. Біз мысалы балаларды таңдатқызбаймыз. Қазір Марғұлан Сейсенбай сол тақырыпты өте көп айтады. Кішкентай күннен бала таңдап үйрену керек.
балам міне мына телефонды аласың ба, мына телефонды аласың ба, мынау қымбат, мынау арзан, бірақ мынау сапалы, мынау сапасыз деген сияқты нәрсені егер бала өзі шеше алатын болса, болашақта өзі жаңа шешім шығара алады деген сөз. Ал біз 18 жасқа дейін, 20 жасқа дейін бала үшін шешім қабылдаймыз. Сосын кейін оған сен неге өзің өмірде шешім қабылдамайсың деп ұрсамыз. Тіпті мамандығына шешіп Ол туралы жазған посттарым бар, баланың жаңағы өзі шешім қабылдауына жаңа ықпал ету, жаңағыдай бізде көбінесе жаңағы бір бөлмеде свет жанып тұрса, жаңа айқайлай саламыз ғой, барып өшір ана светті деген сияқты. Соны басқаша махаббатпен де жеткізуге болады. Жаңа электроэнергияның айналатыны туралы, жаңа бала өзі шешім қабылдау керек жаңағыдай. Ол светтің, ол жарықтың бостан-босқа жанып тұрған бала білу керек. Сол сияқты дәрігерге барған кезде де жаңағы кішкентай барып дәрігердің жаңағы баланы еркін өсіру керек қой негізі. Егер де қызың бұйыртса енді университетке түседі, одан кейін айтса, папа, Түркия маған ұнамай жатыр, мен ақш-қа кетемін, Европаға кетемін десе, не дейсің? Иә? Ақжол. Ақжол. Түркия бізге трамплин болып тұр негізі. Өткені шыны керек, қазір мен Түркияда тұрғаннан кейін, бұл мәселе Түркияда да емес. Мен дәл осы уақытта Өзбекстанда да болмаса бір шетелде де тұра алатын едім. Бұл жерде мен өзімнің қорқынышымды жеңдім. Шетелге шығу деген қорқынышымды жеңдім. Семьямен шығу деген. Түркия маған бір сол трамплин берген сияқты. Өткені бұдан кейін Түркиядан кейін ары қарай басқа да елдерге барып тұрсақ па деген ойымыз бар. Қазақстанға тұрамыз, басқа елде тұрамыз деген сияқты. Трамплин берді. Олай дейтін себебім, менде қазір қорқыныш жоқ. Қазір ақш-қа кетіп қалсам, мен өмір сүре алатыныма толық көзім жетті. Сол жағынан. Ал енді қызым ары қарай ақш-қа барамын, Жапонияға барамын десе, барып оқуына мен ешқандай кедергі келтірмеймін. Яғни зона комфортадан шығып үйренім дейсің ғой, балаларымның әуежайда еркін жүргенін қалаймын. Қорықпай, еркін. Кәдімгідей өзінің үйіндегідей hello жаңағыдай сөйлеп ағылшынша еркін. Барып Испанияға барама, барып еркін, сол елде еркін жүргенін қалаймын. Өйткені жалпы үйіміз ол жер планетасы ғой негізі. Жер деген бәріміздің үйіміз. Менің адресім жер планетасы деймін кей уақытта. Австралия, Америка. Ол жақта мүмкін басқа халық тұрып жатқан, заңы бөлек шығар. Бірақ айналып келген кезде ет пен сүйектен жаратылған жанбыз. Бәріміздің мұрнымыз осы жерде орналасқан, аузымыз осы жерде орналасқан. Бәріміз пендеміз. Сондықтан да ұлттарды мен бөліп жармаймын. Мынау ұлт қандай, мынау ұлт қандай. Жақсы адамдар болады, жаман адамдар болады. Тағы бір тақырып таңдасақ. Америкадағы өмір дейді. Енді оны айтып кеттің ғой, шетелдегі өмір жаңағы. Сәттілікті айтып кеттің. Сәттілік жайлы айттым ба? Иә, ол телевидениедегі өмір. Желілік маркетинг дейді. Сетевой маркетинг достаточно распространен в нашей стране, да и во всем мире. Сам не раз был свидетелем того, как активно меня завлекали. Конечно, думаю, как и всем, были различные компании, там Инкруиз, еще другие, обещали заоблачную перспективу, всего лишь необходимо вложиться. Но я считаю, что в сетевом маркетинге именно должны подходить, участвовать в этом люди, которые хотя бы знают базовый курс экономики или основы финансовой грамотности. Потому что, да, есть моменты, что заработать на этом можно, но если посмотреть на статистику, таких, могу ошибаться, где-то 10%, наверное, которые прям у них есть успешный кейс, они там заработали миллионы, ни в чем себе не отказывают, потому что это же все-таки пирамида. Пирамида, каждый тянет за собой определенных людей. Вы пригласили одного, он пригласил другого. Кто-то остановился в середине этой цепочки, кто-то передумал, кто-то вкладывает все свои деньги. Поэтому здесь необходимо комплексно рассмотреть. И главное, не слишком углубляться в это, и чтобы это было не в ущерб себе. Допустим, как с букмекерами, чтобы там квартиры некоторые закладывали в этот сетевой маркетинг, а были и много тех, кто обманывали граждан, даже среди блогеров были. Я считаю, что можно заработать, но необходимо быть финансово грамотным, хотя бы освоить базовый курс финансовой грамотности. Мен Түркияда жүрген кезде ойым 180 градусқа, миым 180 градусқа бұрылды деп айтып жатырмыз ғой. Қалай бала шағамды асырасам, қалай мен ары қарай өмір сүрсем деген ойлар келді маған. Сол уақытта мен Стамбулдан зат жібердім. Кәдімгі байер болдым. Үй саттым. Кәдімгідей риэлтор болдым. Одан кейін мен Инстаграмды жүргіздім. Соның ішінде мен желілік маркетингке кіргенім бар. Енді сетевой деген кезде
жалпы бүкіл қарапайым халықтың барлығын төбе шаш тік тұрады. Себебі ол кезінде Herbalife компаниясының сондай бір негатив пікірлерінен қалыптасқан дүние. Жаңа көшеде кетіп бара жатқан адамдарды қолынан жетектеп ұстап алып, кабинетке кіргізіп, арықтайсың ба, мынаған жазыл, екінші адамды шақыр деген сияқты. Жалпы MLM маркетингке, мен MLM индустрияға оң көзбен қарайтын адамдардың бірімін. Өйткені әлемдік жаңағы тауар айналымы осы желілік маркетингтен өтіп жатыр. MV дейді, Oriflame дейді, барлығы сауда жасап жатыр. Сондықтан да менің көзқарасым дұрыс. Бұл бірақ енді дегенмен де қазір желілік маркетингтің терісін жамылған пирамидалық компаниялар өте көп. Оның ішінде криптовалюта, оның ішінде жаңағыдай басқа да дүниелер бар. Сондықтан да желілік маркетингпен айналысып жатырмын. Табыс тауып жатырмын. Қосымша табыстарының бірі, қосымша деп атайыншы. Сондықтан да бұл бизнестен қорқатын түк жоқ. Мысалы, былай ғой, желілік маркетингті енді көрермендерге түсіндіре кетейік. Асхат маған бір шаштаразды рекомендация жасады. Асхат қай жерде шаш әдемі қияды, Астанада дедім. Асхат маған айтты, Пәленбай деген салон бар. Болмаса барбершоп бар. Бардым, қидым, сенің рекомендацияң бойынша бардым ол жерге. Барып қидым, бірақ Асхат сол салон Асхатқа ақша берген жоқ, бонус берген жоқ. Сетевойда да сол. Мынау дүниені, өнімді, яғни биологиялық активті қоспаны ішсең жақсы боласың деп біреуге рекомендация жасадың. Ол оны ішіп, денсаулығын нығайтты. Ал компания саған бонус береді. Өмірдің бәрі сетевой айналып келген кезде, оған таң қалатын дүние жоқ. Сондықтан да бұл жігіт дұрыс айтады, егер білімің болмаса, сетевойда сен минусқа кіріп кетесің. Білім деген сөз бұл жерде маркетинг планын жаттауың керек, өнімдерді жаттауың керек, есебің дұрыс болу керек деген сияқты дүниелер. Желілік маркетинг ол харам болып кететін кездерде болады. Халал бизнестің харам болып кететін себебі, мен осындай ақша тауып жатырмын, 3 миллионнан аса, шын мәнінде ол ақшаны таппай, ол өтірік жарнама жасап жатса, ол харам бизнес. Сондай адамдар бар ғой желілік бизнесте. Мен 3 миллион тауып жатырмын дейді. Шын мәнінде ол оны тауып жатқан жоқ. Демек ол алдап жатыр. Мына манипуляция жасау арқылы, мына өнімді ішсең онкологиядан мүлдем айығып кетесің дегендер бар. Ол манипуляция, ол харам бизнес. Өйтіп біз ешқашанда олай айтпаймыз. Мына өнімнің саған профилактика ретінде көмектесуі мүмкін. Олар дәрі сатпайды ғой. Олар биологиялық активті қоспалар сатады. Мына көмектесуі мүмкін, қаныңды сұйылтуы мүмкін деген сияқты дүниелерді айтасың. Енді біз ауадан алып айтпаймыз, бізге арнайы дәрігерлердің нұсқауын жеткізушіміз, дистрибьюторымыз біз. Сондықтан да солай. Ал жауапкершілік дегеннен тағы да бұл жерде қорықпайсың ба? Жауапкершілік көп қой сетевойда. Қорқасың, конечно, қорқасың. Өйткені бір өнімді аласың да, оны басқа біреуге, перизатқа бір өнімді ұсынасың. Перизатынан ішсең, сен қазір керемет боласың деп. Қорқасың, ол өйткені аузына апарады да, ол өнімді ішеді, организміне. Ал оны организм қалай қабылдайды сен білмейсің. Ол сондықтан кез келген өнімді қабылдайтын кезде дәрігермен ақылдасу керек деп ойлаймын мен. Көп жағдайда мынандай қыздар да болды, сол кезіндегі НЛ барлығы, солар детокс дүрілдеген кездері ғой олардың. Дүрілдеп тұрған кезде кәдімгідей. Сол кезде тіпті мысалы түсіндіріп тұр, мына жерде қыздарша бұл мынандай жаңағы детоксқа әсер ететін, мынандай деп айтса, жоқ, сіз айтыңызшы маған, өзім менің өтіме мынау көмектесе ме, көмектеспей ме деп ананың аузынан көмектеседі деген сөзді алғанша жағасынан алып тұрады да. Сосын анау әйтеуір өткізу үшін жарайды көмектеседі дейді. Көрдің ба, адамдар өзі алданғысы кеп тұрады бізде, психология сондай. Емделеді деп айтшы дейді, сосын анау емделеді дейді, болды, алады да кетеді, сосын ол емделмейді, одан сайын ауру асқына түседі. Керісінше сол ондайлар әуел өзіңнің ағзаңды 100% біліп алуың керек қой, ондай нәрселерді ішу үшін, алу үшін. Менің өмірлік девизім тағы да, ол қазақшасы қалай естілетін мен білмеймін, орысшасы надо попробовать деген сөз. Яғни жасап көру керек. Мен Стамбулдан зат саттым. Қателіктерім болды. Неден қателіктер болды? Қателіктерім мен... Есептен ба? Мен былай істегем. Мен халыққа жария қылғам, әйелдердің киімін сатам, еркектердің киімін сатам, пастель сатам, одан кейін балалардың аяқ киімдерін сатам, жасөспірімдердің киімдерін сатам деп, сондағысы жүргенім 2 адам. Мен және әйелім болды. Ол жерде бір 20 адам жұмыс істеу керек. Ана бір қыздар сатып жүр ғой, командасында 20-30 адам бар. Мен бәрін мойныма алып алғам да, болды, мен сөйтіп сатам. Мен бастағанда былай бастауым керек екен. Балалардың киімін сатам, болды. Бірақ аяқ киімін сатам. Содан ақырын көбейте беруім керек екен де, мен бәрін мойныма алып алғам. Сөйтіп сол жерден сәл сүріндім, өйткені мәртерден
шығамыз, әйелдердің, жалпы адамдардың, сатып алушылардың каприздері деген тіпті не ғой ол. Одан кейін біреу айтады, мен киім алам дейді, ол Стамбулдың бір түбі, бір түкпірі. Одан кейін мен аяқ киім алам дейді, одан кейін метроға отырып, анау жаққа барасың, оған 1 сағатың кетеді. Одан кейін тікелей эфирге шығасың, мынандай ма, олар ұстап көрмеген екен айта алмайды ғой. Сондықтан бір өнімді беруім керек, мынаны аласыз, мынандай бағасы. Аласыз ба, алмайсыз ба, осындай өнім ұсынамыз сізге деген сияқты. Қателігім сол болды. Мен әлі де жалғастырамын бұны, тоқтамаймын мен. Әлі де жалғастырамын, бірақ уже маркетингті білдім. YouTube-та маған пайда түсіп тұрады, әлі де ай сайын ақша алып тұрамын. Өйткені бұрынғы дүниелерімді көрген сайын көріп тұрады. Білмеймін, соны қолға алу керек еді негізі. Сол тоқтап қалды өзі бір. Неге екенін білмеймін, тоқтап қалды. Түркиядан бір қызықты видеолар салдым. Лахмаджунды қалай дайындау керек. Жаңағы кім еді? Сұлтан Сүлейман мен әйелінің аты кім еді? Хюррем Сұлтанның кесенесінен барып репортаждар жүргізіп салдым. Енді біреу көрді, біреу көрген жоқ, бірақ халықтың көбісі бір хайп дүниелерге әлі де үйір екенін көрдім. Түркияда мұсылмандарды қалай жерлейді деген салып еді, просмотр көбейіп кетті. Просмотр кәдімгідей. Сөйтіп, лахмаджунды қалай дайындайды деп едім, кулинария ешкім көрген жоқ. Сондықтан өзі бір түсінік, YouTube деген өзі бір түсініксіз дүние өзі. Ол қай уақытта сенің бағыңды ашып жібереді. Бақыт Жұматовадан интервью алдым, 1 миллионнан асты. Сөйтіп, мені бәрі боқтады. Яғни YouTube-тың астында. Оңбаған, сен неге Құдайға, анау мынау неге аласың, бір нәрсе деген сияқты. Керісінше, Қалжан Ахун туралы әдейі салдым. Қалжан Ахун деген бізде өте бір керемет ахундардың бірі болған. Ол жерде біз діни басқарманың несінен ұтып алғанбыз тіпті. Соны салып едім, 500 просмотр көрсетті. Ана 1 миллион 500. Ұсынып жатырмыз әдемі дүниелерді. Мүмкін маркетинг дұрыс болмай жатқан шығар, білмеймін мен енді. Ұсынасың, бірақ мынандай ұсынсаң боқтайды, мынандай ұсынсаң. Сен ана Қалжан Ахун мен жаңағы Бақыт Жұматованы екеуін бір студияға шақырып. Қалжан Ахун өмірден өткен кісі ғой, енді пәленбай жыл бұрын. Енді пока әзірге YouTube-ын тоқтап тұр. Жақсы. Бірақ қолға алам жақында. Бірақ ақша түсіп тұр. Жақсы, Данияр, көп рахмет. Болды ма? Не айтып не қойған білмей қалдым, бірақ дегенмен керек дүниелерді аларсыңдар, керек еместерін кәрзіңкеге лақтырып. Кәрзіңкеге лақтырмайтын, кесілмейтін сұхбат болды негізі бұл. Солай ма? Бір жерінде кеспейміз. Бастан аяқ ақпаратқа толы сұхбат болды. Көп рахмет. Жақсы, рахмет Асхат, рахмет Перизат. Алған істерің берекелі болсын. Осындай жақсы дүниелерді ұйымдастыра беріңдер. Алдағы уақытта өте қызықты инсайт беретін адамдарды шақырыңдар. Қазір халық шөлдеп жатыр ғой, шынымен де хайптан да шаршады. Анау пәленше түгенше бүйтті, түгенше сүгенше сөйтті деген дүниелерден уже шаршап жатыр. Қазір ақпарат іздеп жатыр халық. Сондықтан да алға тек. Жақсы. Келетін кез келген қонаққа білмеймін кім болатын. Сен де білмейсің, мен де білмеймін. Бір қоятын сұрағың, өзің ойында жүрген бір ой болса, айтып кетсең болады. Жалпы шетелге тұру дегенге қалай қарайсыз? Көзқарасыңыз қандай болды? Жақсы, біз келесі қонаққа Данияр мырзаның сұрағын қоямыз. Данияр, көп рахмет. Ісіңе сәттілік тілейміз. Өзіңді тезірек тап, YouTube-ке орал. Қай жаққа көшесің енді Түркиядан кейін? Қайда көшсең де аман бол. Қайдан іздеватсың жалпы өзіңді десең? Білмеймін, бір Алла белгі беретін шығар. Жақсы. Құрметті көрермен, біздің YouTube жобаны қолдаңыздар, каналымызға жазылыңыздар, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Біз сіздерден ол үшін ақы сұрамаймыз. Сондықтан да жақсы дүниелер көбірек болсын десеңіздер, қолдаңыздар. Сау болыңыздар. Ақылы комментарий қойып қойсаң, иә? Донат жіберіңіздер, донат. Сөйтіп қоямыз ғой, ана біреулер карточкасын жазып қояды екен ғой, иә? Донат. Сендер донатқа айналысырсаңдаршы. Рахмет, көп сіздерге барлықтарыңыз.